Сәлем, алдарыңызда пайдалы кеңес арнасы. Видеоны көрмес бұрын лайк басып тіркеліп, қоңырауын басуды ұмытпаңыз. Асқазан қыжылы неден пайда болады және одан қалай айығамыз? Бүгін сол туралы әңгіме айтатын боламыз. Асқазан қыжылы, яғни изжога, көкірек тұсынан басталып өңешке дейін созылатын кеуде тұсындағы жайсыздық немесе ашығандай әсер алу. Бұл көбінесе асқазанның өңештің сілті ортасына түсетін қышқылдың әсерінен пайда болады. Медицина бұны асқазан сөлінің қышқылының артуы белгісі деп қарайды. Мұндай сезім көбінесе тамақтан кейінгі 1 сағаттан соң қалыпсыз дене әрекетімен ауыр дене еңбегінен кейін білінуі мүмкін. Сонымен қатар қыжыл диафрагмалды крижа, асқазан жарасы, гастрит, эзофагит кезінде де пайда болады. Адамдардың ас ішу уақытының тұрақты болмауы асқазан қыжылын тудыратын басты себептердің бірі. Егер адам баласы біраз уақыт тамақ ішпей жүріп бірден тоя тамақтанса, болмаса тамақтан соң дереу ұйықтап немесе моншаға түссе, ас қорыту кезінде асқазанға қажетті оттегі толық жетпегендіктен бұл асқазан созылуына кейін келе асқазан қыжылына алып келеді. Сондықтан астан соң ешқандай дене әрекетінсіз аз уақыт кеудені тік ұстап отыруы пайдалы. Медицинада қыжыл жүрек қан тамырлары және жүйке жүйесі аурулары әсерінен пайда болады деп қаралады. Сондықтан қыжыл тек азықтардың әсерінен болады деу қате көзқарас. Халқымыз ауру астан деп бекер айтпаған. Қазіргі кезде адамдар қолайлылығына қарап көп тұтынылуына дағдыланған жасанды азықтардың адам денсаулығына кері әсері мол. Себебі мұндай азықтар ұзақ уақыт сақталу үшін химиялық қосылыстар арқылы қатырылатындықтан онда қышқылдар ас қорыту жүйесінің қалыпты қызметін бұзуы мүмкін. Асқазан қыжылыны жүкті әйелдерде көп зардап шегеді. Себебі токсикоздың әсерінен олар құсады. Құсықтың әсерінен өңеш тітіркенетіндіктен жүктіліктің екінші бөлігінде уақытша пайда болатын асқазанның кардиалды бөлігінің функционалды жетіспеушілігінен асқазан қыжылы пайда болады. Ал сізде осындай проблема бар ма? Сіз қалай жеңесіз? Төменге жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қош сау болыңыз.